Иә, мен цыгандарға алданып қалдым. Бірақ цыгандардың өздері менің паникамнан шок болды. 2021 жылы мен ол кезде мұғалім болып жұмыс жасаймын. Зарплатам 70.000 теңге. Арбаттан зарплатамды алып келе жатсам, Арбатта ол кезде цыгандар көп жүретін. Бір цыган отыр екен. Кішкентай қызымен, қолында емізулі. И жанында тағы да 2-3 жасар баласы бар. Жаным ашып кетеді да. 5 теңге тастаймын ғой. Садақа деп. Еңкейіп жатқан кезде маған девушка, сізде бәрі жақсы болады, бірақ сізді көре алмайтын подружкаңыз бар дейді ғой. Сол сөз маған сақ ете қалды, мен тоқтап қаламын ғой. Сол кезде жүріңізші мына жаққа деп мен шет жаққа алып кетеді. Шет жаққа алып барады да. Сол жамандықтардың бәрі мен сізге оқып, сізден айырылып, жаңағыдай басыңыздан шешіп беремін деді да. Маған қандай копейка бар, соны беріңіз деп. Мен 100 теңгені беремін. 100 теңгені алақанына қояды, ары алдандырып, бері алдандырып, бұл 100 теңгені сізге оқып беремін. Бұны зиратқа барып тастау керек болады. Айтатын сөздерін мен сізге айтамын деп. Сөйтеді. Сонда мен ойым бәрі, мен зиратқа қалай барамын, мен қорқамын ғой деп ойлап тұрмын ғой. Сол кезде маған айтады, сіздің қазір кошелегіңізде самый большой қандай сумма бар, соны беріңіз деп. Сосын 10 теңге беремін. Одан кейін жігітіңіз болса ол үшін бересіз дейді. Сосын тағы да 10 теңге беремін. Сонда цыган алады, 20 теңгені алақанына осылай қойып, ортасына 100 теңгені қояды да, бүктеп жұдырығын осылай түйеді, айтады, сіз осы жамандықтың подружкаңыздың өзіне барғанын қалайсыз ба, немесе ауаға ұшып кетсін ба дейді. Мен әрине ауаға ұшып кетсін деймін ғой. Одан кейін өзі деп үрлейді да, маған үрлеңіз дейді. Мен деп үрлегенде өйстіп қолында ештеңе болмайды ғой. Содан кейін менің ақшам қайда, не істедіңіздер ақшамды деп айқайлаймын ғой. Сосын енді соны өзіңіз үрледіңіз ғой, сіздің жамандығыңыздың бәрі ауаға ұшып кетті дейді ғой. Сонда мен алатын зарплатам 70 теңге, оның 20 теңгесін цыгандарға беретін болсам, білмеймін, обидно ғой. Одан кейін қайда менің ақшам деймін да, сол кезде телефонымды іздеймін ғой. Бәріміз білеміз, иә, айтатын, цыгандарға жоламаңдар, цыгандар гипноздап алтындарын бәрін шешіп алып кетеді деп. Миымда сол бар ғой, телефонымды іздеймін. Қараймын, телефоным жоқ. Мен телефоным қайда деймін ғой. Цыгандар, не брали мы твой телефон дейді ғой маған. Мен телефонымды іздеймін, жоқсың. Ақшам қайда, телефоным қайда деп айқайлай бастаймын ғой, уже Арбатты басынан көтеріп. Сосын цыгандар шошып кетеді. Мә деп мен 20 теңгені қолыма береді ғой. Мы не брали твой телефон деп. Одан кейін 20 теңгені аламын да, телефонымды жасап қарасам, оказывается, қалтамда болған. Мен просто паника кезінде сезбей қалғам ғой. Одан кейін тұрып, хотя бы дай нам, типа, кішкентай балама деп сұрайды, сосын ойбай деп, мә деп 2 теңгесін беріп қашқансың ғой. Одан кейін цыгандарға жоламаймын. Вообще айналып өтетін болдым.